Бұл Карман сызығы. Жер бетінен шамамен 100 км биіктіктен өтеді. Ресми келісім бойынша ғарыш дәл осы жерде басталады. Бірақ егер ресми келісімдер емес физикалық шындыққа сүйенетін болсақ, ғарыш әлде қайда жақыннан басталады. Бар болған 10 км биіктікте атмосфера адам үшін ғарыштан кем қауіпті емес. Биіктікте кез келген сұрақ қателік өлімге келуі мүмкін. Адам ағзасы мұндай ортаға мүлдем бейімделмеген. Осыған дәлел болатын оқиғаның бірі ұшақ еліс деп аталатын жағдай. Helios Airways 522 рейсі ұшу кезінде диспетчерлермен байланысын үзді. Ұшақты тексеру үшін жіберілген жойғыш ұшақтар иллюминатор арқылы салонда қимылсыз отырған жолаушыларды көрді. Кабинада тек бір стюард тірі қалған. Ол ұшақты басқаруға тырысқан. Апаттың себебі өте қарапайым және қорқынышты. Кабинада қысым реттейтін кішкене тұтқаның істен шығуы себепті ұшақтағы ауа баяу шығып кеткен. Ал борт сыртындағы оттегі адам тыныс алу үшін жеткіліксіз болған. Сол себепті жолаушылар мен экипаж біртіндеп есінен танып, ұшақ автопилотта ұша берген. Бірнеше сағаттан кейін жанармай таусылып, лайнер жерге құлады. Бұл оқиға бізге 10 км биіктіктің өзі біз үшін қаншалықты қауіпті екенін көрсетеді. 10 км биіктікке көтерілгенде біз өзімізге таныс болған барлық құбылысты төменде қалдырамыз. Жаңбыр, циклон, найзағай, кәдімгі бұлттар мен желдердің өзі басым бөлігі дәл осы қабатта орналасқан. Ал егер 30 км-ге дейін көтерілетін болсақ, атмосфера массасының 99% бізден төменде қалады. Көкжиекте көрінетін жіңішке көгілдір жылақ бізді тіршілікпен қамтамасыз етіп тұрған атмосфераның өзі. Көпшілігі жоғарыда енді ештеңе жоқ, бос кеңістікте бойлауы мүмкін. Бірақ шын мәнінде жоғарылаған сайын атмосфера өте қызықты және таңғажайып бола түседі. Мұнда таңданыс тек ауаның жетіспеуінен емес, көріністің өзінен ақ тынысты тарылтады. Атмосфераны ғалымдар бекерден бекер қабаттарға бөлмеген. Мұның негізгі себебі температура биіктеген сайын біркелкі өзгермеуі. Көп адамдар ойлайды, биіктеген сайын суи береді деп. Бірақ атмосфера бәрі олай емес. Егер жердің ішіне қарай тереңдей берсек, температура жоғарылай береді. Ал атмосферада керісінше бірде суиды, бірде қайта жылиды. Температура графигі үнемі өзгеріп отырады. Дәл осы бұрылу нүктелері атмосфераның шекаралары болып есептеледі. Атмосфераны дәмді бәліш секілді елестетуге болады. Әр қабаттың өз құрамы, өз физикасы және өз заңдылығы бар. Және мұны айтпастан бұрын өткенге алайық. Бұрынғы заманда адамдар ауа райын ғылыми құралдарсыз табиғатты ұзақ бақылау арқылы болжаған. Негізгі әдістер мыналар болған. Табиғи белгілерге қарау, бұлттар, күн мен ай, желдің бағыты, жануарлар мен жәндіктердің мінезі, құстар төмен ұшса, жауын жақын, құмырсқалар илеуін жауып жатса, күн суық немесе жаңбыр, өсімдіктерді бақылау, гүлдер жабылса жаңбыр болады, шөп пен жапырақта терең шық көп болса, күн ашық. Халықтық күнтізбе мен ырымдар белгілі күндері ауа райына қарап бүкіл маусымды болжаған. Қазақ халқында қаңтар суық болса, шілдеде ыстық деген сияқты нақылдар болған. Ежелгі ойшылдар да табиғатты зерттей бастаған. Мысалы Аристотель біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда жел, бұлт, жауын туралы жазып, ауа райын түсінуге тырысқан. Қысқаша айтқанда, бұрынғы адамдардың болжамдары тәжірибеге және бақылауға негізделген. Олар 100% дәл болмағанмен, күнделікті өмірде жеткілікті деңгейде көмектескен. Ал қазіргі компьютерлік модельдер мен спутниктер сол көне білімнің жалғасы деуге болады. Алайда біз әлі күнге дейін ауа райын нақты айта алмаймыз. Атының өзінде тұр ғой, ауа райы болжамы. Біз тек болжай аламыз. Ауа райын болжау үшін біз компьютерлік модельдерді қолданамыз. Олар тек ықтималдықты есептейді. Осылайша болжаудың дәлдігі өзгереді. Көп уақытқа алдын қарау қиын. Күнделікті болжам салыстырмалы түрде сенімді. Температура үшін 95%, ал жауын-шашын үшін 80%. Бірақ ары қарай дәлдікті болжау 2-3%-ға төмендейді. Себебі модельге жердің су мен ауа жағдайларының жүздеген параметрлер енгізіледі.
егер бір параметрдің мәні 101%-ға өзгерсе, домино қағидасы бойынша барлық тізгін бұзылады. Уақыт өткен сайын бұл өзгерістер жиілей түседі, нақты болжау қиындай түседі. Сондықтан синоптиктерге ренжімеңіз. Олар тек электронды машиналар арқылы атмосфераны есептейді. Бұл өте күрделі процесс. Ал атмосфералық машиналар қалай жұмыс істейді? Әрине, оның отыны күн энергиясы, бірақ ауа оны тікелей алмайды. Күн қысқа толқынды жарық арқылы энергия береді, ал жер оны сіңіріп, озон инфрақызыл толқындар ретінде атмосфераға қайта шығарады. Сол арқылы ауа массалары қозғалып, жел мен жауын-шашын пайда болады. Күн жерді біркелкі жарықтандырмайды, ең көп энергия экваторға түседі. Бұл теңсіздікті түзету үшін атмосфералық циркуляция іске қосылады. Бұл әр жарты шарда 3 үлкен беріліс дөңгелегі сияқты атмосфералық жасуша деп аталады. Олар ауа массаларын алыстан араластырады. Ауа көтерілген жерлерде төменгі қысым аймақтары пайда болады. Себебі ауа жоғарылап, төмен қысым тудырады. Мұнда ылғалды ауа көтеріліп, жауын-шашын болады. Сол себепті Таиланд пен Бразилияда ылғалды климат пен джунглилер бар. Керісінше ауа төмендеген жерлерде жоғары қысым аймақтар болады. Сондықтан бұл жерлер құрғақ шөлдер және Антарктида сияқты. Антарктида, себебі шөл дегеніміз тек құм емес. Бұл жерде де жауын-шашын аз. Әртүрлі қысым аймақтары климаттық белдеулерді құрайды. Атмосфералық жасушалар шекараларының маңында солтүстік суық және оңтүстік жылы ауа кездесетін жерлерде ұшаққа ұшу тиімді. Осы жерлерде батыстан шығысқа бағытталған күшті желдер болады. Жоғарыдағы ағындағы жерлерде ұшақтар жиі ұшады. Мұнда қозғалтқыш күшіне жел күші қосылып, ұшақ жерге қатысты дыбыстан да тез жүруі мүмкін. Мысалы, Нью-Йорк Лондон рейсі 2020 жылы попутный желді пайдаланып 5 сағатта ұшты, әдеттегі 6 сағаттың орнына. Атмосфералық жасушалар өте үлкен, бірақ шамамен 10 км биіктікте тропосфераның жоғарғы шегі аяқталады. Яғни біз өмір сүретін бірінші қабат, тропосфера қабаты. Бұл біз өмір сүріп жатқан, тыныс алатын және барлық ауа қалыптасатын аймақ. Тропос сөзінің өзі өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Сондықтан тропосфераны өзгерістер қабаты деп атауға болады. Мұнда ауа ең тығыз, су буы мен жылуы көп. Сондықтан жаңбыр, бұлт, дауыл, циклон, жел секілді барлық құбылыстар дәл осы қабатта пайда болады. Температура биіктеген сайын шамамен 10 градустан минус 45-50 градусқа дейін төмендейді. Шамамен 10-12 км биіктікте тропосфера қабаты аяқталады. Осы деңгейден жоғары көтерілген ауа райы құбылыстары күрт азаяды, ал атмосфера мүлдем басқа мінез көрсетеді. Тропосфераның үстінде стратосфера орналасқан. Бұл атау қабат деген мағынаны білдіреді. Мұнда ауа жоғары төмен араласпайды, жылы және суық массалар қабат-қабат болып жатады. Сондықтан стратосферада турбуленттік жоқтың қасы. Ұшақтар бұл қабатты өте жақсы көреді. Ұшақ шайқалмайды, ауа кедергісі аз. Қазір жолаушылар ұшағының крейсерлік биіктігі осы қабаттың төменгі бөлігінде орналасқан. Стратосферада температура қайта өсе бастайды. Бұл парадокс сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оның себебі бар. Дәл осы қабатта озон қабаты орналасқан. Ол күннің ультра күлгін сәулелерін жұтып, ауаны қыздырады. Тарихта адамдар стратосфераға алғаш жеткен бұл ғылыми емес, әскери мақсатта болған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде аса алыстан ататын зеңбірек снаряд 40 км-ге дейін көтерілген. Себебі ол жерде ауа кедергісі аз болып, снаряд алысырақ ұшқан. Қарапайым ұшақтар әдетте 12 км-ден биіктікке көтерілмейді. Себебі одан әрі көтерілу үшін пайда өте аз. Ал ауа тым сирек. Ал әскери, әсіресе дыбыстан жылдам истребительдер 20 км биіктік және одан да жоғары көтеріле алады. Бірақ 30-40 км биіктіктен жоғары көтерілу үшін қанат жеткіліксіз. Бұл жерде тек ракета қозғалтқышы ғана көмектесе алады. Сондықтан ғарышқа ұшатын барлық аппарат, тіпті қайта пайдаланылатын кемелердің өзі де әуелі ракетаға бекітіледі. Дегенмен ғарышқа жетудің аралық жолы да бар. Ұшаққа ракета қозғалтқышы бар шағын аппараттар тіркеледі. Ұшақ оны стратосфераға дейін көтереді, ал ары қарай ол өздігінен жоғарылайды.
Осындай аппараттардың бірі 20 ғасырдың ортасында жасалған. Атмосфераны жоғары көтерілгенде біз мезосфераға келеміз. Бұл қабат шамамен 50-90 км биіктікте орналасқан. Мұнда температура қайта төмендейді, -90 градусқа дейін барады. Бұл атмосферадағы ең суық аймақ. Мезосферада ауа өте сирек, сондықтан дыбыс мүлде таратылмайды. Егер адам бұл жерде айқайласа, оны ешкім естімейді. Желдің ысқырығы да жоқ, тек толық тыныштық. Дәл осы қабатта метеорлардың көбісі жанып кетеді. Біз оларды атылған жұлдыз деп ойлаймыз. Шын мәнінде олар жерге жетпей, мезосферада жойылады. Сондықтан бұл қабатты бейресми метеорлар зираты деп атайды. Мезосферадан кейін термосфера басталады. Термосфера жылу деген сөз. Бұл қабатта температура 2000-2500 градусқа дейін жетуі мүмкін. Бірақ бұл жерде парадокс бар. Термосферада бөлшектер өте жылдам қозғалады, сондықтан температурасы жоғары. Бірақ олардың саны тым аз. Сол себепті адам бұл жерде күйіп қалмайды, керісінше қатты суық сезінеді. Дәл осы қабатта біз өте әдемі құбылыстарды көреміз. Полярлық шұғыла. Күннен ұшып келген зарядталған бөлшектер жердің магниттік өрісімен ұсталып атмосфераға енеді. Олар оттегі мен азот атомдарымен соғысып жарық шығарады. Қызыл түстер жоғары қабаттардағы оттегі, жасыл 100-300 км аралығындағы оттегі, ал күлгін мен қызыл түстер азоттан пайда болады. Полярлық шұғыла тек полюстерде ғана емес, күн белсенді болған кезде төменгі белдіктерде де көрінуі мүмкін. Көп адамдар ғарышта ештеңе жоқ деп ойлайды. Бірақ тіпті өте сирек бөлшектердің өзі үлкен рөл атқарады. Мысалы, ғарыш станциялары дәл осы бөлшектердің әсерінен баяу тежеледі. Сондықтан орбитада жүрген станциялар мезгіл-мезгіл қозғалтқышын қосып, жылдамдық беру керек. Әйтпесе олар төмендей береді де, ақыры атмосфераға кіріп, жанып кетеді. Дәл осы қабат радио байланыс үшін өте маңызды рөл атқарады. Зарядталған бөлшектер радио толқындар шағылысады. Соның арқасында сигналдар жердің бір жағынан екінші жағына жетеді. Бұл тәсіл авиация мен әскерилерде жиі қолданылады. Термосферада жоғары экзосфера болады. Бұл атмосфераның ең соңғы қабаты. Мұнда тек жеңіл газ, сутек пен гелий ғана қалады. Экзосферада бөлшектер бір-бірімен мыңдаған километр бойы соқтығыспай ұшалады. Кейбір бөлшектер соншалықты жылдам қозғалады, олар екінші ғарыштық жылдамдыққа жетеді. Жердің тартылыс күшінен толық ажырап шығады. Осылайша жер атмосферасы үнемі буланып отырады. Күн сайын ғарышта шамамен 260 тонна газ жоғалады. Енді ең қызық сұрақ: атмосфера нақты қай жерде аяқталады? Ұзақ уақыт бойы ғалымдар экзосфераны бірнеше километрге ғана созылады деп ойлады. Бірақ кейін жаңа әдістер пайда болды. Экзосферадағы сутек пен гелий күннің ультракүлгін сәулесін шағылыстырады. Осы әлсіз жарық геокорона деп аталады. Бақылаулар геокоронаның 630 000 километрге дейін созылатынын көрсетеді. Бұл дегеніміз айда жердің атмосферасының ішінде. Сонда адамдар жер атмосферасына шығып көрді ме? Көпшілік алғаш адам ғарышқа 1961 жылы ұшты деп санады. Ал физикалық тұрғыдан қарасақ, атмосфера айға дейін созылатын болса, онда адамзат әлі толықтай жерден шығып көрген жоқ. Техникалық тұрғыда ғарышқа ұштық, орбитаға шықтық. Бірақ планетаның соңғы ізін тек басқа ғаламшарға жеткенде ғана артта қалдырамыз. Нағыз жер атмосферасынан кету бұл Марсқа алғашқы қадам болмақ. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментария жазыңыз. Бұл менің жаңадан видео шығаруыма серпін береді. Және міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыз. Санаңызды кеңейтіп, миыңызды қуаттаңыз.